Ертең 14 наурыз, Алматы жастарымен ипотекалық бағдарламасына құжат қабылдау басталады. Яғни бір апта көлемінде документ тапсырасыздар. Білім беру саласында, денсаулық саласында жұмыс істейтіндер, құқық қорғау органдарында және мемлекеттен арендалық үйде тұратын адамдар. Яғни 2025 жылы сіздің арендаңыз бітетін болса, сіз Алматы жастарына қай салада жұмыс істесеңіз де маңызды емес, Алматы жастарына қажетті құжаттарды тапсырып, балдық жүйеменен конкурстан өте аласыз. 1-2 апта көлемінде құжат қабылдау болады. Одан кейін 1 ай минимум сіздердің документтеріңізді тексереді. Яғни кім документ тапсырды, соның барлығының балын есептейді. Қате документ тапсырғандарға отказ келеді, потом основной списокпен резервтегі тізімді жасайды. Ол примерно минимум 1 ай. Енді есептеңіздер, документ тапсырған 1 аптадан кейін 1 ай көлемінде документтеріңіз қаралады. Сол уақытта енді сіздермен бөлісетін лайфхак мынау. Алматы жастарының тізімі шыққан уақытта, қазір еще наурыз бағдарламасы болып жатыр, тізімі шыққан уақытта хозяиннан сатылатын үйдің барлығы риэлторларға өтіп кетеді. Яғни олар әркім өзінің несібесін, жұмысын, ақшасын өзі табады ғой. Мысалы, Алматы жастарының тізімі шыққан кезде есептеңіз 2000 адам үй іздейді. Олар тоже ақша тапқысы келеді, риэлторлар. Поэтому олар заранее хозяинмен келіседі. Крышада, Инстаграмда, ТикТокта тұрған, хозяиннан сатуда тұрған квартираларды олар сөйлесіп алып алады. Сіздің үйіңізді біз сатып береміз, сатып алушыға біз өзіміз көрсетеміз, сізден ешқандай ақы алмаймыз, біздің услугамызды сатып алушы төлейді. Риэлторлардың олардың қызмет ақысы $1000, ол $1000 500 000 теңге. Сол үшін Алматы жастарынан өтетініңізге сенімді болсаңыз, балдық жүйеңізді заранее өзіңіз есептеп, үйді заранее тауып бронь жасаңыз. Крыша KZ-тен, Инстаграмнан, ТикТоктан хабарландырудың барлығын көріп, сіз осы март айының 14-нен бастап ол үйді сөйлесіп көріп, өзіңізге қажетті район варианттың барлығын көріп, сіз үйді заранее тауып хозяинмен сөйлесіп қойыңыз. Еще риэлторлар алған квартираны хозяинмен кездесетін кезде юрист шақырады, сіз келесіз сатып алушы, хозяин келеді сатушы, сіз одан түсіңізші деп уступить сұрай алмайсыз уступка. Ол юристтің алдында хозяин сізді менсінбей отырады ғой. Ол жерде сіз үйі жоқ, бейшарасыз болып отырасыз да, ол өзінше болып отырады. А хозяин менен сіз өзіңіз көріп, өзіңіз сөйлесетін болсаңыз, сіз 1 миллион, 2 миллион, 3 миллионға дейін сіз ол бағаны түсіре аласыз, Ал риэлторлардың офисында кездескен кезде сізге ондай уступка жасамайды, 100 000, 50 000 теңге түспейді. Олар деген өзінше болып отырады, сізді менсінбей кәдімгі деловой отношениеде отырасыз.